Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын. Баршаңызға рахмет. Ащы да болса өмір шындығы. 40 жаста жоғары білімдісің бе, жоқ па, айырмашылық болмайды. Білім алмаған әлде бір адамдарда көп табыс табуы мүмкін. 50 жаста көрікті мен көріксіз бірдей. Себебі қанша әдемі болсаң да, бұл жаста сен әжімдер мен қара дақтарды жасыра алмайсың. 60 немесе 63 жаста жоғары лауазымы барда, лауазымы жоқта бірдей. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін тіпті қара жұмыс істеген қызметші де бастығына бұрылып та қарамайды. 70 жаста шағын пәтерде, зәулім үлкен коттеджде бірдей. Буындар әлсіреген, қозғалуың қиын болған кезде сыйысып отыратын шағын кеңістігің болса жеткілікті. 80 жаста ақшасы бар да, ақшасы жоқ та бірдей. Ақшаны жұмсағың келсе де, оны қайда жұмсарыңды білмейсің. Ал 90 жаста ұйықтау мен ояну да бірдей болады. Таңертең тұрсаң да, не істеріңді білмейсің. Сондықтан да тіршілікте ағайын бауырмен, нағашы жиендермен, әріптестермен, достарыңмен, көрші қолаңмен сыйласып, жай ғана тірі жүргенің үшін өмірден ләззат алып, тыныш өмір сүре білейік. Алтын тонның ішінде кердең деген надан жүреді. Жалбыр тонның ішінде пейілі кең адам жүреді. Өткенді қума, өмірің шаршайды. Қашқанды қума, атың шаршайды. Қаншама керемет адам болсаң да, жақтырмайтын адамдар болады. Қаншама жаман адам болсаң да, асылға бағалайтын адамдар болады. Адамның жаманы жоқ. Жаман қылып көрсететін мінезі мен елдің аузындағы өсегі. Біреуге біреу баға беретіндей, сүттен ақ, судан таза емессің. Адаммен қалай танысқаның маңызды емес, қалай сыйласқаның маңызды. Алыста жүргеннің маңызды емес, қадіріңді білгені маңызды. Қымбат кигенің маңызды емес, алтыннан қымбат ниетің болғаны дұрыс. Бір жігіт әйелін сыйлық дүкеніне алып кіреді. Сосын әйеліне, менің анама деп бір жақсы сыйлық таңдап берші деді. Әйелінің аяқ асты қызғанышы оянып, дүкендегі ең арзан дүниені таңдайды. Сосын күйеуі оның сыртын әдемілеп қаптатып, үйіне алып кетеді. Кешке сол сыйлықты әйеліне ұсынады. Әйелі аң-таң. Сонда күйеуі таңданған әйеліне, өзгеге нені қаласаң, өзің үшін солай таңдау жасағаныңды қаладым деген екен. Әйел өз ісі үшін өкініште қалады. Себебі ол өзге үшін өзіне қалағандай таңдау жасаса, сыйлығы әдемірек болар еді. Сол себептен адамдар ниеттеріне қарар ризықтандырады. Өзіңе қалаған нәрсені өзгеге де қаламайынша шынайы мұсылман бола алмайсың. Бұл хадис. Бірде данышпанға бір қыз келіп, бұл өмірде менен сорлы, менен кедей жан жоқ. Жағдайым өте қиын, сіз маған көмектесе аласыз ба дейді. Данышпан қыздың қолындағы сәбидің басынан бір сипады да жымиып тұрып, кедеймін де, егер менің көмектескенімді қаласаң, сәбиіңнің бір саусағын маған сат. Данышпанның бұл сөздеріне таңырқаған қыз, мына кісі мені мазақ қып тұрма дегендей кейіп танытты.
алтынға толы бір қапты ұсынған данышпан: мен баланың тырнағын сатып алуға да келісемін, ауруды сездіртпей аламын. Мына сөздерге шошып кеткен қыз баласын құшағына қаттырақ қысып кетуге асықты. Бар болғаны тырнақ қой, оның қайта өсіп шығатынын өзің де білесің. Баласын бауырына тығып қашып бара жатқан қыздың артынан данышпанның: түсіне алар емеспін, сен қандай кедейсің? Бір қап алтынды қолыңдағы байлығыңның кішкентай ғана бөлігіне де айырбастағың келмейді, деген сөздері естілді.